Менің күн тәртібім. Данияр, таңертең нешеде тұрасың? Мен таңғы 7-де тұрамын. Жүгіремін, жуынамын. Таңғы асымды ішемін. Ал сабаққа нешеде барасың? Сабақ 8-де басталады. Түске дейін университеттемін. Ал сенің сабағың нешеде бітеді? Сабақ сағат 2-де аяқталады. Одан кейін түскі ас ішемін. Түстен кейін не істейсің? Үй тапсырмасын орындаймын. Кейде спортпен айналсам. Сен кешке не істейсің? Мен шахмат ойнаймын, немесе кітап оқимын. Сағат 9-да кешкі ас ішіп, онда ұйықтаймын. Дұрыс жоспарласаң, бәріне үлгеруге болады. Иә.